Су. Егер де су жайлы мәлімет іздейтін болсақ, қыздар, бүкіл мақалаларда міндетті түрде берілетін ақпарат адам ағзасы 70-80% судан тұрады деген ақпарат. Ал PubMed'тің мәліметі бойынша судың көлемі жас ерекшелігіне қарай өзгеріп тұрады екен. Нәрестелерде 75%, ересектерде 60%, ал қарттарда 50%. Айқайлап тұрған сандар еріксіз назар аудартады. Алайда акцент қоятын басты мәселе осы көлемді өз деңгейінде сақтау. Яғни біздің міндетіміз ағзамыздағы су көлемінің балансын ұстап тұру. Сол үшін күнделікті ішіп жегенімізге аса мән беру керекпіз. Олай жасамасақ, көптеген проблемалар пайда болады. 1-2 емес, көптеген. Себебі су біздің ағзамыздың негізгі құрамы. Су денемізде ең көп қызмет атқаратын зат. Яғни ағзамыздың еңбек бірлігі осы су. Су құрылыс материалы. Егер де адамдардан ағзамыз неден тұрады деп сұрайтын болсақ, көбісі жасушалардан деп жауап береді. Бұл жауап дұрыс, алайда әуелі біздің ағзамыз судан тұрады. Себебі әр жасушаның өзі судан тұрады. Сусыз жасушаларға өмір жоқ. Біздің ағзамыз су арқылы ғана өседі. Жас ерекшеліктеріне қарай су көлемінің өзгеруі осыдан. Айттық қой, нәрестелерде 75, себебі ол өсуші ағза. Ересектерде 60 және де қарттарда кері даму болғаны үшін оларда 50%. Су еріткіш. Ол не деген? Мен қазір қыздар сіздердің алдарыңызда отырмын. Көзім ашық жұмылады, еріндерім қозғалуда. Қолыммен қозғалту арқылы түсіндіріп отырмын. Бұл көзге көрініп отырған әрекеттердің бастамасы тері астында жатыр, қыздар. Дәл қазіргі сәтте тері астында миллиардтаған реакциялар жүріп жатыр. Былай түсіндірейін, қолымды қозғалтып тұрған ол бұлшықеттер. Бұлшықетті қозғалтып тұрған ол нервтар. Ал нервтарға сигнал келіп отқан жер ол жүйке жүйесі. Егер де осылай, қыздар, молекулярлы деңгейге дейін қазатын болсақ, еріту, ыдырату, түзу сияқты реакцияларға түсеміз. Олардың барлығы су арқылы жүріп отыр. Кешке шаймен желінген гупипай құрамындағы көмірсудың глюкозаға дейін ыдырауы, таңғы асқа желінген ақуыздың амин қышқылдарға дейін ыдырауы, барлығы осы судың арқасында. Себебі су негізгі еріткіш болып табылады. Су тасығыш. Бұл, қыздар, судың уникальды қызметтерінің бірі. Жасушаға қоректік заттарды таситын, яғни жоғарыда айтылған амин қышқыл глюкозаларды жеткізетін және жасушадан метаболизм қалдықтарын, былайша айтқанда қоқысты шығаратын да осы су. Оны ол қан айналым жүйесі арқылы жасайды. Ал қан айналымның арқасында біздің ағзамыздағы барлық мүшелер өзінің жұмысын атқарып отыр. Яғни асқазан ішек трактісі, тыныс алу жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі, бүйрек, бауыр, ми, жүйке жүйесі барлығының дұрыс толыққанды қызмет атқаруы ағзамыздың жеткілікті ылғалдануына тәуелді. Вы шутите? Вообще-то нет. Ты не шутишь? Нет! Су және терморегуляция. Судың жылуды шығаратын мықты қабілеті бар. Яғни айналада жоғары температура болса да, ол біздің ағзамыздан жылуды шығарып жібере алады. Мәселен, 40, 50, тіпті 60 градус ыстықтарда егерде жеткілікті су ішетін болсақ, біздің ағзамыз өзінің температурасын қалыпты деңгейде ұстап отырады. Ал сырқаттанған кезде болатын қызбамен күресуде педиатрлар, терапевттердің су көп ішіңіздер дейтіні осыдан. Су шырыш, яғни смазка, және де амортизатор қызметін атқарады. Біздің ағзамызда су басқа да тұтқыр молекулалармен қосылып смазка түседі. Біз оларға буын сұйықтығын
сілекейді, асқазан ішек және де тыныс жолдарындағы сұйықтықтарды жатқызамыз. Буын сұйықтығы жайлы айтатын болсақ, қыздар, біздің буынымыздағы үйкелісті қамтамасыз етіп отырған осы сұйықтық, яғни ашитылуының арқасында. Буынның айналасындағы шеміршектердің, қыздар, 80% судан тұрады. Сол үшін олар төзімді әрі эластикалы болып келеді. Ревматологтардың байқауы бойынша тірек қимыл аппаратының ауруларының алғашқы сатыларында берілген таза су ғажап нәтижелерді көрсеткен. Буындағы кіртілдеулер және де ауырсынулар бәсеңдеген. Жүргенде, жүгіргенде су амортизатор қызметін атқарады. Ол ми және де жұлын үшін өте маңызды. Және де болашақ ананың құрсағына біткен ұрықтың сыртын қорғап тұратын да осы сулы жастықша, амниондық сұйықтық. Су және тері. Биотекеместерде су ішу жайлы міндетті түрде айтылады. Себебі су коллагеннің 60%-ын өндіреді екен. Ал коллаген ол біздің теріміздің негізгі компоненті. Яғни жеткілікті су ішу терінің жақсаруына бағытталатын ең алғашқы қадам. Су және жүрек. Зерттеулер бойынша суды күніне 6 кеседен кем ішпеген адамдарда жүректің ұстамасы 41%-ға төмендейді екен. Яғни суды жеткілікті ішу арқылы қанның құйылуының алдын алып, жүректің жұмысын жеңілдетеді. Ал 2 кесе ішетін адам қайда қалды? Су және бүйрек. Қазіргі таңда барлық адамдардың мақсаты детокс жасау. Сол үшін детокс өнімдері жоғары сатылымға ие. Алайда әуелі жасалынатын қадам біздің табиғи фильтріміз бүйректі баптау. Ал бүйректің толық жұмысын қамтамасыз ететін жеткілікті көлемде ішілген су. Су және иммунитет. Құлақтарыңызға алтын сырға, қыздар. Иммунды жүйе сумен мықты дос. Екеуінің арасы үзілмесе, біздің ағзамыз вирус, бактерияларға мықты қамал болады екен. Офигеть. Соглашусь. Вы сделали величайшее открытие.